ерекше сабақ, ашық сабағымызға қонақтар келіп отыр. Сабаққа жақсылап атсалысамыз. Түсінікті ме? Иә. Сабағымызды бастамас бұрын нейро жаттығу орындап алайық. Дайынбыз ба? Иә. Бірге айтамыз. Қалай көңіл күйіміз көтерілді ме? Иә. Көтерілді. Керемет. Олай болса, біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын біз өткенге шолу жасайық. Оны біз хат әдісімен өткенді қайталаймыз қазір. Дайынбыз ба? Иә. Дайынбыз. Қанекей бәріміз беріп хаттарға назар аударамыз. Ал балалар, сендерге хат келіпті. Маша мен Аю сендерге хат жіберіпті. Қанекей, кім? Тілектес оқи ғой бірінші. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Қазақ тілінде 9 сөз таптары бар. Қандай атап бере болсын? Зат есім, ертістік, сан есім, сын есім, үстеу, шылау, есімдік, одағай. Бұл 9 сөз табы бар. Тамаша, өте жақсы, керемет. Құрметпен, қандай жанлар? Борсық, құрметпен борсық. Келесі хат келді. Келесі хатқа жауап береміз. Нұрлыбек, жауап бере қойшы. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейді. Тамаша, өте жақсы. Керемет, құрметпен кірді. Келесі хат келді бізге тағы да. Сын есім дегеніміз не дейді? Қанекей, Мансұр айта қойын. Сын есім дегеніміз заттың сынын, көлемін, сапасын, түрін, түсін білдіретін сөздер. Тамаша, өте жақсы. Керемет, құрметпен қойшы. Келесі хат келді бізге. Кім? Медина. Етістік дегеніміз заттың қимылын білдіреді. Білдіретін сөздер. Іс әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Тамаша, керемет, құрметпен күлкі. Келесі хат келді бізге. Сан есім дегеніміз не? Қанекей, Нұрайлым. Нұрайлымнан сұрайық. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіреді. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін сөз табы. Отырамын, құрметпен қоян. Келесі зат есімге мысал келтір дейді. Жасын. Зат есімге мысал келтір. Мысалы, тақта, палта, айғыр, ауызжан. Тамаша, керемет, өте жақсы. Келісеміз бе балалар? Иә. Құрметпен елік. Келесі Нұрсәт. Етістікке мысал келтір. Жүгірді, ойнады, күлді. Не істеді? Не қылды? Қайтты, жылады, күлді, ойнады. Тамаша, құрметпен тиын. Келесі. Нағаттардан Тұрдәулет. Сан есімге мысал келтір. Мысалы, қанша
Қаншасыншы бірінші, екінші деген? Неше? Бірінші, екінші деген жас құрметпен қабан. Айша. Тез-тез. Сын есімге, оқы, сын есімге мысал келтір. Сын есімге мысал келтір. Сын есім. Сын есімнің сұрақтары қандай? Тілектес қандай сын есім? Сын есімге мысал келтір. Қандай? Кітап қандай? Кітап қандай? Әдемі. Таза. Сұлу. Қандай? Яғни сын есімнің сұрақтары? Қандай? Айша шатаспаймыз. Тамаша, құрметпен? Өте жақсы тілектес. Так, енді сізге кім жауап берген жоқ мына жерде? Дәулет. Сөз таптарын қалай ажыратамыз? Сөз таптарын мағыналарына, сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай ажыратамыз. Келсеңіз бе балалар? Иә. Құрметпен? Мінекей балалар бізге Аю мен Маша бірнеше сұрақтар берген екен. Сұрақтардың бәріне толықтай жауап бердік және біз өткенге не істедік? Саяхат жасап келдік, иә? Біз қазақ тілінде неше сөз табы бар дедік? Біз нешеуін өттік? Төртеуін өттік, иә? Біз 4 сөз табын өттік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді өткенге шолу жасадық. Енді мен сендерге үйге тапсырма берген. Қандай тапсырма беріп едім? Құмырсқа туралы бір ғана тың мәлімет алып келіңдер дедім, иә? Алып келдік қой. Бұл енді қазір бізде еркін әңгіме әдісі болады. Қазір сізде тақма сұрсам қандай мәлімет алып келдің құмырсқа? Балалар тыңдап отырамыз. Құмырсқа жарғақ қанаттылар отрядының бір тұқымдасы. Олар жер биомассасының 10-25% құрайды. Тамаша, тез жылдам оқимыз. Көктемде құрт-құмырсқа тіріледі. Құмырсқалар еңбекқор жәндіктер. Құмырсқалар да тіршілік иесі. Өте жақсы. Айша, тез. Құмырсқа әлемдегі ең көп тараған жәндіктің бірі. Құмырсқаның 10 мыңдай түрі бар. Тамаша, керемет. Анар, балалар мәліметті қарап отырды. Еңбекқор құмырсқалар қай жерде екен дәл табады. Олар ақылды. Керемет. Құмырсқаның жер бетінде 12 мыңнан астам түрі тіршілік етеді, ал планетада құмырсқалардың жалпы саны 10 триллионнан асады. Керемет. Нұрбек. Сен Нұрсұлтанмен бірдей болып тұрдың жаңа кім айтты? Құмырсқалар 20 жыл өмір сүреді. 5 мыңдай түрі бар. Құмырсқалар жаз бойы қысқа азық жинап алады. Тамаша. Олар өзінен 10 есе артық салмақты көтере алады. Жасын, сен кел. Құмырсқаның ең жақын туысы ағам. Құмырсқалардың миы 250 мың жасушадан тұрады. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат қана ұйықтайды. Өте жақсы. Балалар, қандай тың мәліметтер жинап келдіңдер, иә? Керемет. Өте жақсы, жарайсыңдар. Біз бұл мәліметтерді ғаламторлардан іздедік, иә? Кітаптардан да іздеген боласыңдар. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді осы біз үйге сендерге мен құмырсқа туралы мәлімет жинап келіңдер дедім. Тамаша, жарайсыңдар, барлықтарын жинап келіңдер. Енді бұл құмырсқа қай сөз табына жатады? Зат есімге жатады. Зат есімге жатады. Себебі ол қандай сұраққа жауап берді? Не деген сұраққа жауап берді, яғни ол зат есім, иә? Демек біздің бүгінгі өтетін сабағымыз қандай екен? Зат есім. Ал бұл тақырып бізге жаңа емес, иә балалар? Біз бұны нешінші сыныптан бері өтіп келе жатырмыз бұл тақырып? Бірінші сыныптан бері өтіп келе жатырмыз. Жылда қайталап жатырмыз зат есімді, иә? Біз бұл зат есімді жатқа білеміз десек те болады, солай ма балалар? Иә. Ал ендеше жаңа сабақты бастаймыз. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын оқу мақсатымен танысып алайық, иә? Кәнекей, оқу мақсаты бізде оқулықта берілген. Кәнекей, кім оқиды? Бір тақырыпта берілген мәтін түрлерін салыстырып, ұқсастыра мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Тақырып мен кесте бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз.
Түсінікті ғой, бәріміз оқып алдық, иә? Енді қазір зат есімді біз ережесін есімізге бір түсіріп жіберейік қазір. Есімізге түсірейік, тыңдаймыз. Зат есімді заттың құрылысын атты беріп, естиді ма балалар? Сөз тапты. Күнделікті өмірде кездесетін әдеттегі жай нәрселер ғана емес, табиғат пен қоғамдық өмірде ұштастыратын әр алуан құбылыстар ұғымдар мен түсініктерді қамтиды. Зат есімді екіге бөлсек болады. Жалпы зат есімдер және жалпы зат есімдер. Жалпы зат есімдерде әр алуан деректі және дерексіз заттар ұғымдарды білдіретін зат есімдерді атайды. Ал жалғасы есімдер мағына жағынан белгілі бір ұғымдарды тек бір жеке дара затты басқа заттардан ажырату үшін қойылатын белгі ат ретінде жұмсалады. Және жалпы есімдер бас атпен жазылады. Мұхтар, тас, су, шыны, адам, қол деген болса, ол жалпы зат есімдер болып кіші әріптермен жазылады. Ал айғыр, алматы, тайбол деген атауларды қолданатын болса, бұл жалпы есімдерге жатып бас әріппен жазылады. Зат есімді есімізге түсірдік пе балалар? Иә. Есімізге зат есімнің ережесін есімізге түсірдік. Ол ережені біз жатқа білеміз. Қандай сұраққа да жауап беретінін білеміз, иә? Қандай сұрақтарға жауап береді екен? Деген сұраққа жауап береді екен. Жақсы, тамаша. Ендеше балалар, мына 11-ші жаттығуға назар аударыңдар. Кесте көріп тұрмыз, иә? Кітаптарыңда кесте тұр, міне тақтаға да қарасаңдар болады. Мынау не? Құмырсқа, иә? Мына жерде де осы оқулықтарда сендерге мәлімет берілген құмырсқа туралы, бірақ сендер үйден басқа мәлімет жинап келдіңдер. Енді осы мәліметті оқып алайық. Құмырсқа ең көп кездесетін жәндік Қазақстанда 200-дей түрі бар екен. Қазақстанның өзінде 200-дей. Ал жер әлемде өздерің ойлай беріңдер, иә? Жаңа кім оқыды? Миллиардтай түрі бар деп оқыдың, иә сен? Ең көне жәндік екен балалар. 25 миллион жыл бұрын пайда болған екен. Және де жәндіктердің сирек түрі адам секілді көшіп қонады екен бұлар. Енді қазір біз үйден жазып келген мәліметіміз бар. Қазір міне осы кітаптан, кестеден көрген мәліметіміз бар. Осы мәліметтерді және мына тақырыптың, мына мәтіннің тақырыбын оқыңдаршы, не деп тұр? Құмырсқаның өркениеті дейді. Енді біз осы мәліметтермен осы тақырыпты ала отырып, мына тақырып не туралы, мәтін не туралы болады деп болжаймыз. Әрине құмырсқа туралы тағы да тың мәліметтер алуымыз мүмкін қазір осы мәтіннен, иә? Сол үшін қазір осы мәтінді біз оқимыз. Нұрайым, баста барлығымыз тыңдап отырамыз, барлығымыз оқимыз балалар. Шығар даусыңды. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдыра қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлек дүние бірінші. Болды, кім ары қарай дұрыс жалғастыр. Біріншіден құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200 түрі бар. Екіншіден Нұрбек жалғастыр. Екіншіден құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден кім? Мансұр, үшіншіден. Олар жер бетіндегі ең көне жәндік 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Ары қарай кім? Анар жалғастыр. Тағы бір қызығы құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр иелеудің қана аумағы бар. Нұрсұлтан жалғастыр. Сол жердің аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздың ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді. Ал осы қазір біз болжаған, өзіміз үйден жазып келген мәлімет, мына кестедегі мәлімет, осы мына мәтінмен біз болжадық қой, құмырсқаның өмірі туралы, тіршілігі туралы болады деп. Болжағанымыз сәйкес келді ма? Не дейді мәтінде? Не тағы қандай тың мәлімет алдыңдар осы мәтіннен? Ол
қонады екен, иә? Дұрыс, сен біз ана қазақтар көшпелі халық дегенге сен соны айтып жатсың, иә? Жақсы, өте тамаша. Екіншіден, ол тағы да ең көп кездесетін жәндіктердің бірі. Оның 200-дей түрі бар. Мінекей, оның 200-дей түрі бар екен. Қазақстанда ғана, иә, тілектес? Ал басқа жерлерде 1 миллион, 1 триллион. Басқа жер әлемде, иә? Жақсы, тамаша, керемет. Енді, тағы не айтуға болады осы мәтін бойынша? Қандай тағы қызық мәлімет бар? Олар 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Міне, 25 миллион жыл бұрын пайда болған екен. Тағы не алдыңдар? Өздерінің үйлерін көзінің қарашығында өздерінің үйлерін көздерінің қарашығында түзетеді екен, иә? Бірдеңе болса дабыл соғады. Дабыл қағады екен, шекарашылар, иә? Және де сен оның үйін бұзсаң, жауап беруің керек екен оларға, иә? Жақсы, тамаша, өте керемет. Ал енді осы мәтіннен жекеше көпше түрдегі зат есімдерді тез танайықшы. Құмырсқалар, шекарашылар, жәндік, шекара, жер, адам қандай зат есім, тілектес? Көпше ма, жекеше ма? Адам ол жекеше. Жекеше, сен жаңа қандай айттың, құмырсқа дедің бе? Құмырсқа қандай зат есім? Құмырсқа Жекеше, құмырсқалар ше? Құмырсқалар Көпше, жаңа біреу жер деп айтты. Жер деген. Қандай түрдегі зат есім? Жекеше. Жәндік, жекеше ме, көпше ме? Жекеше, там не жақта кім айтты? Шекарашылар дедің, қандай түрдегі зат есім? Көпше тегі. Нұрайжан, сен қандайды айттың сен жаңа? Қандай зат есімді айттың? Айтпадың ба сен? Кім дұрыс айтсайшы? Шекара, қандай зат есім? Жекеше түрдегі зат есім. Елеу дейді. Дұрыс, ол да жекеше зат есім. Тамаша, өте жақсы. Енді балалар, мына жерде бізде тағы осы мәтін бойынша мынандай тапсырма беріліп тұр. Мәтін бөліктерінің атауларын толықтырын. Бірінші, құмырсқа жай ғана жәндік емес дейді. Екінші, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Тамаша, үшіншіден, аха, кеттік, кім тағы? Ол да тілектес пен Мансұрдан басқа ешкім жұмыс істемей ма? Жер бетіндегі ең көне жәндік. Болды, все, ана қарай, Нұрлыбек. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп Тамаша, Нұрайым. Толықтырамыз, мәтін бөліктерді. Олардың негізінде түрі бар. Тамаша, жарайсыңдар олар. Қазір біз қандай жұмыс орындадық? Ұжымдық жұмыс орындадық, иә? Қанекей өзімізді бағалағанды ұмытпайық. Қазір біз не істедік? Қандай тапсырмалар орындадық? Не істедік осы мәтін бойынша? Мәтін бойынша Не істедік? Болжам жасадық па? Болжамымыз сай келді ма? Келді, тағы не істедік? Және оны болжам жасадық. Өзіміздің айтқан болжамымыз. Иә, салыстырдық, сай келді, тағы не істедік? Осы мәтіннен не таптық? тапсырманы толықтырдық. Иә, мәтінді толықтырдық, тағы? Құмырсқалар жайлы мәлімет. Одан басқа тағы не істедік? Жекеше? Көпше түрдегі зат есімдерді таптық емес па балалар? Қанекей өзімізді бағалап отырамыз. Әрлігіміз бірдей дерлік жұмыс жасап отырмыз ба? Жұмыс жасамайтын бала бар ма арамызда? Жұмыс жасап отырғанда бағалаймыз өзімізді. Басқамыз отырмаймыз. Ал енді келесі тапсырма бізде балалар. Енді бізде 12-ші жаттығу. Ол жаттығуды біз таразы әдісі бойынша жұптық жұмыс жасаймыз. Тапсырмалар артында бірінші кітаптан берілген оқығанда жұппен жұмыс жасаймыз. Медина, сен жеке жасайсың. Қане жұптасамыз. Жұптасып, тез жылдам уақытымызды алмай балалар. Бұл тақырып бізге таныс, жаңа тақырыбымыз не?
берсеңіз жақсы. Сөздердің бәрін шығарып ма? Таразыға саламыз мына сөздерді. Жалпы есім көп бекен, жалпы есім көп бекен. Қазір қантадан өзіміз тексереміз. Жақсы. Ережесін естеріне түсіріп отырмын. Бір сөздерін қапқан. Сөздерін жазып көрсеңіз. Sonra şeylerde bulduğunda vaktiniz az oldu. Ал қайнеке қазір мен өзім бала көріп шықтым, кімнің қалай, қай жұрттың қалай орындағанын. Енді өзімізді не қыламыз? Тақтада тексереміз қазір. Қателерің бар ма? Қатеміз бар деп айтасыңдар. Ал тексереміз. Жалпы есім. Тексереміз. Қате жіберген жұптар бар арамызда. Нұрсәттікке дұрыс. Дәулетпен Нұрдәулеттікке дұрыс. Каусар мен Нұрлыбектікке дұрыс. Медина дұрыс. Анатке дұрыс. Сендерде бір қате жібердіңдер. Неге? Не үшін сендер оны жалпы есімге жібердіңдер? Қараңдар, сол қандай әріппен жазылып тұр? Ал енді жалпы есімнің ережесін естеріңе түсіріп жіберіңдерші. Су, адам аттары, су, жер аттары бас әріппен жазылып. Себебі ол қандай есім? Жалпы есім. Ал қалған зат есімнің барлығы жалпы есім ол кіші әріп. Ал сендер алдыңдар да мына жерге жоқ жабыстыра салыңдар. Так, сендерде бір қате бар. Ал кім Нұрайым? Жасын, сендерде де қате болды жаңа. Қандай қате жібердіңдер? Екі қате бар бұларда, иә? Жасын мен Нұрайымда екі қате бар, тілектестер Айшада бір қате, қалғанын бәріге дұрыс, молодцы. Ал енді қазір біз не істедік? Жалпы есімді ажыратып. Ал енді жалпы есімнің ережесін қане кім айтып жібереді маған? Ережесін тез.
жақсы әріппен жазамыз. Және де жалпы есімді біз ылғи да қандай әріппен жазамыз? Басқа әріппен жазамыз. Жақсы, өзімізді бағалап қоямыз, өзімізге баға береміз. Біз 2 тапсырма орындадық, 2 балдан қойып отырамыз балалар. Біз жаңа бірінші тапсырмада 3 тапсырма орындадық. Бір мәтіннен 3 тапсырма орындадық. Өзімізге 3 бал қойып отырамыз. Ал 12-ші жаттығуда бір жаттығудан 2 тапсырма орындадық. Жалпы есімді ажыраттық және де ережесін есімізге түсірдік. Ал ендеше қате жібергендер не істейміз? Қате жібергендер 1 бал кемітеміз, 1 бал кемітеміз. Жақсы. Енді кәнекей орнымыздан тұрайық та бір серпін алайық болды. Шаршаған шығасыңдар, шаршадыңдар ма? Бір күнде жүргенде. Оюларды жаттаймыз, осы би арқылы. Қандай ою? Қастаған оюы. Келесі ою? Бітпес. Келесі ойының түрі? Түйе табан. Тура түйенің табанына ұқсап тұр, а мынау ше? Түйе табан. Қайталаймыз түйе табанды. Ал, кеттік аралары. Демалдық па? Келесі әрі қарай тапсырмамызды жалғастырамыз. Енді мен сендерге қазір балалар 13-ші мәтін. Қанеке 13-ші мәтінді бәріміз ішімізден бір-бірімізге кедергі жасамайды. Тез-тез 1 минутта оқып шығайықшы. Бізде топтық жұмыс болады. Қане топпен жұмыс жасаймыз. Жалпы күрделі, жекеше түрдегі зат есімдерді ажыратамызда тез кестеге жазып шығамыз. Топтасамыз. Бұл жерде топтық жұмыс. Жұмыс жасамай отырмаймыз. Бір-біріне көмектесіңдер. Біреуін жазып отырыңдар, біреуін айтып отырыңдар. Тез. Былай жұмыс жаса. Көмектесіңдер, айтыңдар. Много көмектесіп отырсыңдар? Айтып отырыңдар, сен тек қана жазып отыр.
астына жазыңызшы, сияды ғой, орын жетеді. Бірінші топ жақсы жұмыс жасап отыр. Бәрі жұмыс жасап отыр. Екінші топ Нұрғыбек жұмыс жасаймыз, көмектес. Кәусар, отырмаймыз, айтыңдар. Нұрайым, көмектесіп жатсың ба, жұмыс жасап жатсың ба? Қысқаша жазасыңдар да олар. Уақыт болмас үшін. Балалар, болдыққа стоп болды, уақытымыз аз біздің. Сендер қазір отырсаңдар, отыра бересіңдер жазып. Я, бары жазғанымызша, біраз жаздық қой. Болмадық па, төрт бағанды да? Бұл болды, ендеше қазір мен дұрыс жауабын қоямын. Жалқыясын тексереміз. Дұрыс па, кімдіке дұрыс, қай топтыке дұрыс болды? Тәте бізді бұраға демер екен. Басқасын бәрі сөз. Сөз қалып қалса ештеңе кетпейді, бірақ дұрыс жазып бәрі. Молодцы. Бірінші топ өте жақсы тапсырма орындады. Так, сендерші, екінші топ. Дұрыс па екен, қай жерде қате жібердіңдер сендер? Жалпы есімде қателестіңдер ме? Так, сендер бір қате бар ма сендерде? Үңгірлерді жалпы есімде жаздырпай, енді үңгір деп аласаңдар болады. Үңгірлер ол көпше түрде, ал жалпы есімде ол қалай болады? Үңгір болады енді. Лерді алып тастасаңдар. Жақсы, тамаша. Ал енді балалар, өте жақсы тапсырманы орындай алдық. Бір-екі ғана қатеміз болды ішімізде, жалпы тапсырманы дұрыс орындап шықтық. Бірінші топта қате жоқ, молодцы. Өте жақсы, керемет жарайсыңдар. Енді осы жерде орфографиялық сөздік тұр, үңгір деген сөз тұр. Үңгір деген қандай сөз? Бұндай сөзді естулерің бар ма? Естідік, е? Естідік па? Естідік. Не деген сөз екен үңгір деген? Тау тастың арасында үңгірлер болады, қуыстар болады. Үлкен қуыстар, кіші қуыстар болады, осыны үңгірлер деп айтады. Және де осы үңгірлер туралы тағы не айтсақ болады осы өткен сабақтарымыздан, осы дүниетанудан. Үңгір деген сөз, ана жекеше түрде. Жекеше түрде тағы. Үңгірлерді ежелгі адамдар Ең алғашқы адамдар үңгір басында қайда өмір сүрді олар? Олар үй жасады. Жақсы, тамаша, өте жақсы, керемет. Қанеке, топтан өзімізді бағалап қойайық. Сендер өздеріңді бағалай беріңдер, сосын сабақ соңында мен өзім бағалаймын сендерге, бір-біріміздің бағамызбен салыстырып. Жақсы, өте жақсы. Балалар, жұмысты жақсы орындадық деп ойлап отырмыз ба? Топта жұмыс жасамаған бала жоқ па? Жоқ. Жасап отырмыз бәріміз жұмысты. Ендеше қазір біз жеке жұмыс жасайық. Жеке жұмыс. Жеке жұмыс, қазір біз мына 14-ші жаттығу мен 15-ші жаттығуды оқимыз да, осы екі жаттығуды салыстырып, айырмашылығын табамыз. Қане, тез 14-ші мәтін мен 15-ші жаттығуды оқып шығыңдар. Жылдан оқимыз. Аттарын жазып қойсыңдар. Әлі бұны орындамаңдар. Аттарын ғана жазып қойыңдар. Енді орындаңдар дегенде бірақ орындайсыңдар. Оқып болдық па? Ал енді мәтін не туралы? Нұрайым, мәтін не туралы? Мәтін. Ал шығарып, даусыңды шығарып, толығымен жауап бер. Мәтін кит туралы. Өте жақсы. Енді осы мәтіннің ішінен зат есімдерді табайықшы. Нұрлыбек, зат есім тапшы мәтіннің ішінен. Кит. Сұрақ қойған.
Не, тағы да. Балық. Балалар. Кім балалар? Кім балалар бола ма? Кімдер Кімдер балалар болады, Анар? Аңдар сұрақ қой. Нелер? Аңдар дұрыс. Кәусар. Жақсы, бәріміз таптық, иә, зат есімді. Енді осы мәтінді балалар, мәтінді зат есімдерсіз оқып көріңдерші. Зат есімдерсіз. Оқып көріңдерші, қалай болады екен? Бәріміз жамырамай, біреуміз ғана оқып көрейік. Нұрғыбек, зат есімдерсіз оқып көрші. Судан тіршілік еткенімен емес, ол аң яғни зат есім. ол яғни хайуан енесі балаларын Сен зат есімдерді қосып оқып кеттің, кәнеке. Оқып көрші, зат есімдерсіз. Суда тіршілік еткенімен емес, яғни енесі Ал балалар мәтін түсінікті болып жатыр ма? Жоқ. Зат есімдерсіз оқып отыр жасын. Түсініп тұрсыңдар ма бірдеңе? Біз ештеңе түсініп тұрған жоқпыз, не туралы айтылып жатқан. Яғни зат есімдерсіз сөйлеу құрауда мәтін оқуда мүмкін емес екен, иә? Зат есімдерсіз де жалпы мына сөз, 9 сөз табы бар деді қазақ тілінде. Осы сөздерсіз сөйлеу де, бірдеңені жазу да оқу да мүмкін емес, иә балалар? Енді мына жұмбақ, 15-ші жаттығуда жұмбақты оқыдық. Жұмбақта не туралы екен? Ал енді қазір мен сендердің алдыларыңа парақша бердім. Сол парақшаға осы мәтіннің ұқсастықтарын және айырмашылықтарын табыңдаршы. Ұқсастықтарын және айырмашылықтарын табыңыз. Ат жөндерін жазып қойыңдар, сосын мен тексеремін өзім. Болса, қазір тақтадан дұрыс жауабын тексереміз, сосын мен жинап алғаннан кейін өзім тағы тексеріп шығамын. Түсінікті ма? Иә. Жұптық жұмыстағы да ат жөндеріңді жазып қойыңдар, жұптық жұмыстағы қағаздарды. Болды ма? Иә. Болды. Ендеше бұл жерде балалар орфографиялық сөздіктерді сүт қоректі. Қандай сөз сүт қоректі деген? Нұрсұлтан, сен бүгін мүлдем сөйлемей отырсың. Сүт қоректі деген не деген сөз? Жануарлар. Қандай жануарлар? Сүт қоректі жануарлар, оған сүт пен сумен шөппен қорек келеді. Ол үй жануары. Тек қана үй жануары емес балалар. Дала жануарлары да сүт қоректі. Шөппен қоректенетін жануарларды айтады. Хайуан дейді. Хайуан деген. Хайван деген Мұхит деген сөз. мұхит ол Теңіз су бар, иә, үлкен су бар. Теңіз емес, мұхит су бар. Телегей деген сөз бар мына жерде. Не деген сөз болды екен телегей деген? Телегей. Сөздіктен тез қараймыз. Телегей. телеге көп жерді алып жатқан ұшық қиыры жоқ мол су. Ұшық қиыры жоқ мол суды телегей деп айтады. Қане кім? Нұрғыбек, мені жұмақты оқып жіберші тез-тез. Өзі алып телегей дауылдан шықпайды. Дауылдан ықпайды. Су шашып телегей мұхиттан шықпайды. Жақсы, тамаша. Енді қазір тапсырманы орындадық қой, жеке тапсырманы, иә? Міне, неге қараңдар? Тақтаға қарап өздеріңнің жұмыстарыңды тексеріңдер. Міне, екі мәтінде екеуінің ұқсастықтары не деп тұр мына жерде? Екі мәтінде тақтаға арналған айырмашылықтары. Бірінші мәтін не болды?
ғылыми танымды бәріңізде осылай болды ма? Жақсы, олай болса өзімізді бағалап қараймыз. Дәптерге жазуға уақытымыз бар. Ендеше балалар, қазір үйде сендерге тапсырма балалар. Біз мына мәтінді, 14-ші жаттығудағы мәтінді үйден қатесіз көркем етіп көшіріп жазып келесіңдер, және 16-ші жаттығуды орындап келесіңдер. Түсіндік па? Түсіндік. Тапсырмаларыңызды қазір күнделікті жазып аласыңдар. Енді бізде келесі тапсырма мынандай. Жүк чемоданы. Біз бүгін сабақтан біраз нәрселер алдық. Біз зат есім туралы білсек те, бірақ тағы да не қылдық? Білімімізді толықтырдық, шыңдадық, тағы да бір жаңаша мәлімет деп алдық. Ал енді қазір біз осы жүк чемоданы деген әдіспен кім қандай жүк алып кетті екен қазір көреміз. Тексереміз қазір. Тілектес оқы. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Оның сұрақтары қандай? Оның сұрақтары кім кімдер, не нелер? Тамаша, адар. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Оның сұрақтары кім кімдер, не нелер? Тамаша, келin. Мінекей бір чемоданды алып кеттік, Алар. Это келесі, Нұрлыбек. Жалпы зат есімге мысал келтірдім. Мысалы, Алматы, Астана, Қызылорда, Ақтау. Неге олар жалпы есім? Өйткені олардың бірінші әріптері бас әріптен Олар бас әріптен жазылады. Тағы да кім? тұнық. Айтады. Жалпы зат есімге мысал келтірдік. Мысалы, тұнық мұхиты, Көкшетау, Ақтау. Ол чемоданды алып кеттік. Келесі, Мансұр.